Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі ауызашардың 7-ші күніне арнап бас мәзірін ұсынамын. Видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Міндетті түрде мені YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. YouTube каналыма кіріп қарасаңыздар, неше түрлі тағамдардың, тәттілердің, және де торттардың, декорлардың рецепттерін көре аласыздар. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Айлалда көптеген видео рецепттермен бөлісетін боламын. Сол себепті мен арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап қойыңыздар. Біз осы кешкі ауызашар уақытына дәл осындай жеңіл сорпа тағамын және де дәл осындай бургерлерді дайындадым. Өте дәмді әрі жеңіл астарды дайындаған дұрыс болады. Асқазанға да жеңіл болу керек, және де асты ішер уақытта асықпай ішкен дұрыс, денсаулығыңызға кері әсер етпейтіндей. Алдын ала мен сорпамды, сүйектерімді қайнатып қойдым. Жеңіл сүйек және еттерді сәбізбен бірге қайнатып, дәл осындай етіп қайнатып алдым. Және де картоптарымды салып, картоп, ет бәрі піскеннен кейін ыдысқа, басқа таза ыдысқа дәл осы еттерімізді және піскен картоптарымыздың бәрін ыдысқа салып аламыз. Сорпа дәл осындай ашық түсте болған өте дәмді, әрі қайнатып алғаннан кейін дәл осындай су дайын өнімдер араласпасы бар. Дәл сол араласпаны қосып, сорпамызды тағы да қайнатып аламыз. Негізі жарты сағат көлемінде қайнаса жеткілікті. Сорпамыз пісіп дайын болады. Енді ыдысымызға бургердің котлетін дайындаймыз. Ең алдымен тауық еті өткізілген және де жуа және дәміне қарай дәмдеуіштер және тұз қостым. Қалауынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Енді дәл осы котлеттерімізді бөліктерге бөліп, дәл осы қолымызды міндетті түрде сулап алу керек, өйткені тауық етінің котлеті қолға жабысқақ келеді. Сол себепті қолды сулап алған дұрыс. Дәл осылай бөліктерге бөліп, котлеттерді барлығын дайындап аламыз. Міндетті түрде қолыңызды сулауды ұмытып кетпеңіз. Дәл осылай котлеттерімізді дайындап, табамызға майымызды кішкене ғана құямыз, көп құймаймыз. Және де дәл осы котлеттерімізді қолымызбен кішкене үлкейтіп, табамызға салғаннан кейін міндетті түрде кішкене үлкейтіп пісіріп аламыз. 15 минуттай пісіп шығады, тез пісіп шығады. Бургерде дәл осындай дайын нан өнімін қолдандым. Бургерге арналған дәл осы нандарымызды бөліктерге ортасына теңдей етіп бөліп аламыз және де дайындап қоямыз. Міндетті түрде осы котлеттерімізді келесі бетін аударып алғаннан кейін піскеннен кейін тарелкемізге алып аламыз. Дәл осылай қызартып пісіреміз. Толықтай ортасы пісіп шығады. Енді ортасына салатын қызанағымызды дәл осы дөңгелекше етіп турап аламыз. Және де осы қызанақтарымызды турап болғаннан кейін қиярымызды да турап аламыз. Қиярмен де свежий қияр, сіздер соленый болса қолдануға болады, тұздалған қиярды да қолдануға болады. Дәл осындай кесеге соус дайындауға болады, немесе мен сияқты дәл осындай майонез және де кетчуптан дәл осылай бірге араластырып, дәл осылай дайындауға болады соусын. Міне соусымыз дайын болды. Енді котлеттеріміз жақсылап піскеннен кейін барып тарелкемізге аламыз. Дәл сол майға, сол табамызға біздің бургер нандарымызды міндетті түрде ортасы кішкене қызартып аламыз. Міндетті түрде барлық бургерлерімізді дәл осылай жасап аламыз, өйткені дәмді әрі нандарымыз өте әдемі болып шығады. Барлығын осылай жасап аламыз. Міне жасап дайындап алдық. Енді орталарын ашып, алдын ала дайындап алған тарымызды қосып аламыз. Ең алдымен дайындаған соусымызды барлығына теңдей етіп жағып шығамыз. Міндетті түрде қалауыңызға байланысты көп немесе аз жағуларыңызға болады. Дәл осылай соусын жағып шыққаннан кейін үстіне котлеттерімізді қойып шығамыз. Алдын ала
негізі салат жапырағында қоюға болады. Дәл осы үстінен сырды қалайша пайдалануға болады. Менде кома сыры болғандықтан табамызға ертіп алдым және барлығына дойлысы еріген сырды қойып шықтым. Үстінен қиярымызды және де қызанақтарымызды салып шығамыз. Кішкене ғана қызанақтың үстінен соустарымызды кішкене ғана құйып шығамыз. Нанның үстіңгі беті де өте дәмді болып шығу үшін үстіңгі бөлігіне қасықпен соустарымызды азғантай етіп құйып шығамыз. Және де беттеріне дайын болған бургердің нандарын жабамыз. Міне біздің бургер дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де дайындап көріңіздер. Міне біздің ауызашарға дайындалған асымыз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шығады, әлі жеңіл. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Міндетті түрде осындай қазақ тіліндегі контенттерді қолдап кетулеріңізді сұраймын. Видеом рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып комментарий қойыңыздар. Міндетті түрде комментарий бөлімін оқитын боламын. Әрбір жазған комментарияларыңыз мен үшін өте маңызды. Және де осындай қолдап кетулеріңізді сұраймын. Мен әрбір салған видеоларым біріншілердің қатарынан болып көргіңіз келсе, міндетті түрде арнама тіркеліп алыңыз. Және алла жазса ауызашардың 8-ші күніне арнап әзіл-мәзірді дайындап салатын боламын. Күтіңіздер. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Әрбір ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Ниет дұғаларыңыз Аллах қабыл етсін. Барлықтарыңызға ас болсын.